Сәлем, Arduino негіздері курсы кезекті сабағына көргенімізге қуаныштымыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы MOSFET транзисторлар деп аталады. Алдыңғы сабақта айтып өткенімізше, Arduino микроконтроллермен кернеуі 5 вольт, тоқшы 40 миллиамперден артық тоқтармен жұмыс істей алмаймыз. Сол секілді, алдыңғы сабақта біз релемен айнымалы тоқтармен, яғни 5 вольттан жоғары тоқтармен жұмыс істеген болатынбыз. Осы жолы Arduino микроконтроллеріне қуатты күштеме беру үшін, яғни мощный нагрузка беру үшін біз MOSFET транзистормен танысатын боламыз. Теориялық тұрғыда айтатын болсақ, 2 PN ауысуы бар шартылау өтішті құрылғыны транзистор деп атаймыз. Олар PNP немесе NPN түрінде болуы мүмкін. Транзисторлар биполярлық, өрістік және тағы да басқа типтерға бөлінеді. Бүгінгі өтетін тақырыбымызға сәйкес, өрістік транзисторлардың негізгі құрылымы металл, диэлектрик және жартылай өтіштік болып табылады. Ал егер де диэлектриктің орнына кремний оксиді қолданылса, онда металл, оксид, жартылай өтіштік болып табылады. Қысқаша NDG немесе диэлектриктің орнына кремний оксиді қолданса, MOS деп аталады. Бүгінгі тақырыбымыз MOSFET транзисторы. Ағылшын тілінде металл, оксид, силикон, field effect транзистор. Қазақша аударған кезде металл оксиді жартылай өткізгішті өрістік транзистор деп аударылады. Tinkercad онлайн сервисінде бүгінгі проекттің схемасын, эксперименттік бөлігін жасайтын боламыз. Arduino микроконтроллер мен макеттік платаны орнатып болғаннан кейін бізге қажетті болған мотор редукторды алуымыз қажет болады, және де бізге бүгінгі тақырып бойынша MOSFET транзисторын алуымыз керек болады. Металл оксид N типті, металл оксид силикон, яғни металл кремний оксид қолданылған транзисторды қолдануымыз қажет болады. N каналды N типті болу қажет болады, және де біз оны макеттік платаға орнатамыз. Макеттік платаға орнатып болғаннан кейін, бізге қажетті болған транзисторымызды орнатып болғаннан кейін, бізге қажет болатын транзистордың жұмыс істеу принципін бақылау үшін бізге қажет болады потенциометрді алып келуіміз қажет. 3 аяғы бар, 3 шықпасы бар потенциометрді, және де бізге қажет болады мотор редукторды алып қажет болады. Яғни қаншалықты біздің напряжениеміздің айналу бағытына қарай біздегі мотор редукторымыз қаншалықты минутына немесе секундта қанша мәрте айналатынын көруімізге болады. Редукторды айналдырамыз, өйткені бізге ыңғайлы болу үшін, яғни айналым санын көруіміз үшін, және де бізге көріп отырғанымыздай потенциометр, транзистор және де бізде мотор редуктор берілген. Енді біз жерге тұйықталумен қуат көзін 5 вольтты макеттік платаға жалғап, бірыңғай ортақ жүйеге айналдырамыз, яғни ground пен 5 вольтты макеттік платаның үстіңгі бөлігіндегі плюс пен минусқа жалғайтын боламыз. Ground пен 5 вольтты, және сол 5 вольт пен ground арқылы біз потенциометрге біздегі металл оксиді жартылай өткішті транзисторымызға жалғайтын боламыз. Потенциометрдің 3 аяғы бар, сол 3 аяғының бір аяғын жерге тұйықтаймыз, бір аяғын 5 вольтқа беруіміз қажет болады, ал бір аяғын бізге қажет болатын A0 аналогтық бөлікке жалғайтын боламыз. Және де осы жерден біз потенциометрдің бір аяғын жерге тұйықтаймыз, ал бір аяғын біз 5 вольтқа беретін боламыз. Көріп отырғанымыздай 5 вольтқа беретін боламыз. Дәл осы 5 вольтқа бергеннен кейін бізге қажет болған аналогтық бөліктегі A0 пинға апарып жалғайтын боламыз, ортаңғы бөліктегі аяқты. Потенциометрді жалғап болғаннан кейін бізге қажет болған транзисторды жалғауымыз қажет болады. Енді транзисторымызға бөлігін беру үшін бір аяғын біз қажет болған жерге тұйықтаймыз. Жерге тұйықтау бұл маңызды болып саналады, сондықтан да біз жерге тұйықтауымыз қажет. Және де бір аяғын біз осы жердегі қызыл бөлікте, яғни
digital бөліктегі 5-ші пенге апарып жалғауымыз қажет болады бір аяғын. Яғни біздегі бұл көрсетілген жұмыстың мақсаты бойынша біз мотор редуктордың айналым санын ескеруіміз қажет болады. Және де біз мотор редукторымызды жалғайтын боламыз макеттік платамызға. Макеттік платаға жалғап болғаннан кейін бір аяғы отрицательный, бір аяғы положительный болғаннан кейін, плюс-минусы болғаннан кейін, біз осы жерден макеттік платаға бірыңғай ортақ жерге тұйықталу мен қуат көзіне бермейміз. Біз осы жерден бізге керек болады диод қажет болады. Өйткені диодтың атқаратын қызметі тоқта тек бір бағытта ғана өткізеді. Сондықтан да біз тоқта тек бір бағытта өткізу үшін біз жерге тұйықталу ретінде жерге тұйықталу емес, қуат көзін, яғни положительный бөлікке жалғаймыз. Сол қуат көзінен біз диодтың бір бөлігіне бір аяғына беретін боламыз. Және де осы жерден біз транзистордың ортаңғы бөлігіндегі аяқты диодтың екінші аяғына жалғайтын боламыз. Дәл осылай бүгінгі схеманы құрамыз, яғни біздегі MOSFET транзисторын қолдану арқылы мотор редукторымызда қанша айналым саны бар екенін анықтай аламыз. Және де біздегі бүгін көрсетіп отырған анықтайтын болсақ, потенциометрді бердік. Яғни дәл осындай потенциометрдің бұрау арқылы біз көріп отырғанымыздай айналым саны көрсетіліп тұр. Яғни потенциометрдің мәнін біз скетчқа баратын болсақ, скетчтің жазу мәнеріне қарайтын болсақ, мотор 5 деп бердік. Бұл біздегі транзистордың айналым саны, және де соны біз setup функциясында конфигурациялады. Одан кейін loop функциясында сол біздегі потенциометрді аналог ретінде алып, және де біз spade моторға map функциясы арқылы аралық бердік. 0-ден 255-ке дейінгі аралықты. Және де біз аналог write арқылы мотор мен spade моторды бердік. Яғни айналым санына байланысты біз қаншалықты айналым санын жүргізетінімізді анықтайтын боламыз. Және де біз осы жерден serial begin деп жазу арқылы, setup функциясында 9600 портқа жалғау арқылы spade мотордың қанша айналым санын, яғни қаншалық аралықта жүргізіп жатқанын көруімізге болады. Ол үшін 9600-ге қосамыз, және де serial println деп spade моторды санын көретін боламыз. Spade мотор деп жазсақ, және де начать моделирование қайдадан барып, және де астындағы монитор последовательный интерфейсini ашып қарайтын болсақ, бізде 255-тен бастап жоғары мәндерді ала береді. Төменгі 219, 112, 203 деген мәндерді аламыз. Бүгін біз шағын кернеуді пайдаланып, үлкен тоқтарды басқару үшін MOSFET транзисторын пайдаландық.